Жолдасым балаларымызды боқтайды, айғайлайды. Балалар 2-4-5 жастайды. Арасына түсем, әкесіне айтқаны оқ деп қорқытамын, дұрыс па? Тиіспек қой. Ол сенді қосып боқтап жібереді. Үшеуін боқтап жатыр ма, сен төртіншісі боласың. Енді оның өзінің деңгейі сол болса, ол уже үлкен азамат. 3 баланың әкесін сен тәрбиелей алмайсың, жаным. Оның уже Құдай өзінің санасын өзіне берсін. Біздің кейбір әйелдер күйеуді перевоспитать етем, келінді воспитание дегенде ене, одан кейін жағы, ол воспитать ете алмайсың. Құдай өзіне берсін, болды. Сен осыған, орысша айтқанда, смирись. Қабылда сол күйді. Бол боқтаса ол өзі жауап береді. Әлбетте ол ақымақтық. Кішкентай 2 жастағы бала не боқтайды адам? 2 жастағы емес 12-дегі баланы боқтауға болмайды. Ол 12-дегі ішіне мынадай кек қалады. Боқтаған есінде қалады. Жек көріп өтеді. Өлген кезде қуанады сол өлген кезде. Бірақ өтіріктен елге атқанда бейт жылайды. Папа май дейді, кеткеннен қуанады. Жақсы болды, өлді бұл. Қанымызды іші бітіп еді дейді. Құдайға мың шүкір деп рахмет айтады. Содан кейін мен жүрмін ғой, сол имаммын. Барған кезде Құран оқытатын кезде болды енді оқыта береміз бе, четверг жұма сайын болды деп жақтырмайды.